Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әсем. Олай болса, бүгінгі біздің айдарымызда біз дрожсыз үй жағдайындағы аштықымен, яғни апарамен өте дәмді, өте керемет болып шығатын рогалики пісіретін боламыз. Яғни адам ағзасына еш зиянсыз. Олай болса, бізге керекті апара 250 грамм, жылы сүт 300 грамм, 700-800 граммдай ұн, 2 жұмыртқа, 140 грамм сары май, 120 грамм секер және дәміне қарай тұз бен ванилин. Аштығымызға жылы сүтімізді араластырып, жақсылап тұрып, ішіне 400 граммдай ұн салып, жұмсақ қамыр илеп қоямыз. Қамырымызды илеп, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қалған қоспаларымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Жарты сағат өтті. Енді қалған қоспамызды, тұзымызды, ванилинімізді, секер, сары майымызды, 2 жұмыртқамызды жарып салып, барлығын қолымызбен жақсылап тұрып бұлғаймыз. Әбден бір келкі масса болғанша. Бір масса болғаннан соң қалған 400 грамм ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп қоямыз. Қамырымызды илеп, бетін жауып, жылы жерге 2-3 сағатқа көтертуге қоямыз. Міне достар, қамырымыз көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай қараңыздар, керемет болып көтерілді. Мен ішіне мына 3 түрлі салманы салуға ұйғардым. Сіздер өзіңіздің қалауыңызша. Қамырымызды алып, ұзынша етіп, дөңгелетіп, қалауымызша бөліктерге бөліп аламыз. Мен әр бөліктерімді 70 граммнан өлшеп алдым. Дөңгелектеп, әрқайсысын қатып қалмас үшін бетіне орамал жауып, тізбектеп жинадым. Одан кейін бір-бір қамырымыздан алып, оқтауымыздың көмегімізбен сопақша етіп, ондай қатты жұқа етпей, қалаған салмамызды салып, бір қасықтай қамырымызды бүктеп, жан-жағын жабамыз. Жан-жағын бүктеген соң кесіп, құралымыздың көмегімізбен бүктейтін боламыз. Дайын болған рогаликтерімізге, противенімізге салып, әдемілеп жайғастырамыз. Қызып тұрған пешімізге 170-180 градусқа әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Және де жартылай пісті дегенде рогаликтеріміз үстіне жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады. Сонда рогаликтеріңіз одан да қып-қызыл, одан да жылтырап пісетін болады. Міне достар, қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Менің ойдағыдай түрі, түсі, дәмі бәрі керемет болып шықты. Отбасым қуанышты, бәрі керемет етіп жеп алды. Достар, сіздерде бұл рецепт түрін сақтап, өзіңізге түртіп сақтап қойыңыздар. Алмаған лайк және комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.